Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Алла күндерімізді берекелі етсін. Бүгін практикалық араб тілінің 19-шы сабағы. Біз өткен сабақта сіздермен өткен шақты өткен болатынбыз. Жалпы өткен шақтың формаларын өттік. Яғни 18-ші сабақта қысқаша енді бір шолу жасайтын болсақ, кез келген етістікке, мысалы фаала етістігін мысалы сіздерге қазір нелерге жіктеп шығамыз өткен шақта. Кейін сіздерге сол өткен сабақтағы жалпы мән беретін нәрсе, жалпы не нәрсе, осы өткен етістікке қандай қосымша қосылу керек, соған қатты мән берулеріңіз қажет. Қараңыздар, бірінші мысалы фаала етістігін алайық. Фаала, фаалту, яғни туды қосқан кезде мен істедім болады. Фаалта, сен істедің. Анта фаалта, сен істедің. Анти фаалти, сен істедің әйелтегі. Сол секілді фаалти болсын, хараджти болсын, мысалы дахалти болсын, кез келген неге тиді қоятын болса, ол сен істедің әйелтегі болып кетеді. Сол секілді фаала, ол істеді. Фаалат, ол істеді әйелтегі. Фаална, біз екеуміз істедік. Фаалтума, сен екеуің істедіңдер, еркек болсын, әйел болсын. Фаала, ол екеуі істеді, ер адамдар. Фаалата, ол екеуі істеді, әйел адамдар. Фаална, біз істедік. Фаалтум, сендер істедіңдер, ертегі. Фаалтунна, сендер істедің, әйелтегі. Фаалу, олар істеді, әйелтегі. Фаална, олар істеді, бірінші ертегі, олар істеді, әйелтегі. Бүгін енді Құдай қаласа сол дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгін де сол өткен сабақты өтеміз, өткен шақты. Бұл жерде бір мән берілетін нәрсе, мысалы мына ескертпе деп тұр. Егер сөйлемде бастауыш пен баяндауыш, яғни бірінші есімдік келсе, яғни есімдікке етістік тек әйелтегі, ертегі сан бойынша сәйкес болу керек дейді. Яғни бұл жерде айтпағымыз, мысалы бірінші есімдік келетін болса, мысалы етістік емес, мысалы хараджа етістік, мысалы хараджа муслим, хараджа етістік болса, муслим есімдік болады. Яғни бірінші есімдіктен басталатын болса, сол есімдікке сәйкес болу керек етістік. Яғни есімдік ертегі болса, етістік ертегі болады. Мысалы есімдік, мысалы муслим бір адам болатын болса, сол секілді хараджада бір адамға қатысты айтылады. Яғни екі адамға қатысты айтылмайды, үш адамға қатысты айтылмайды, көп адамға қатысты айтылмайды. Сол үшін қараңыздар, мысалы әл-муслимани хараджа деп тұр, қарасаңыздар. Әл-муслимани дегеніміз екі мұсылман ер адамда. Хараджа, енді бұны есімдіктен басталған үшін соған сәйкес болу керек етістігі. Хараджа деп созамыз, яғни екі адам қатысты. Егер керісінше болатын болса, етістіктен басталатын болса, тек ол хараджа деп, хараджа әл-муслимани деп жаза берер еді. Ол жерде жекеше түрінде қала берер еді. Мысалы, муслимани сөзі екі адамға айтылғандықтан, одан кейін келетін етістікте екілік хараджа формасында болды дейді. Егер бірінші етістік келетін болса, тегі сақталады. Тегі дегеніміз мужской род па, әйел тегі ме, ер тегі ме, сол сақталады, бірақ жекеше түрде қала береді. Мысалы, қараңыздар, хараджа әл-муслиму айтсаңыз да болады. Хараджа әл-муслимани, екі мұсылман шықты. Хараджа әл-муслимуна деп көпше түрінде айтсаңыз болады. Яғни бұл егер етістік, міне хараджа етістігі егер сөйлемнің басында болса, ал егер керісінше, мысалы муслим болса, хараджа болады. Муслимани болса, хараджа болады. Муслимуна болса, хараджу болады. Яғни соған сәйкесінше болады. Сол секілді мына жерде әйелтегі де дәл солай, тек анау несі тегі сақталады. Хараджат, мысалы әл-муслимату, мұсылман әйел шықты. Хараджат әл-муслиматани, екі мұсылман әйел шықты. Хараджат әл-муслимат, көп мұсылман әйелдер шықты. Ал егер керісінше, мысалы әл-муслимату хараджат, әл-муслиматани хараджата, әл-муслимат көпше түр болса, хараджна болады. Яғни етістік міндетті түрде сәйкес болып отыру керек өзіне дейінгі есімдікке. Егер есімдік сөйлемде бірінші келсе. Ал егер етістік келетін болса, тек қана сақталады, қалғандары өзгермейді. Сонымен бүгінгі етістіктер хараджа етістігі, хараджа деген шығу. Біздер махраж деп атайды, әріптерді шығу, хараджа шығу. Расама
рәсім, бізде рәсім дейді ғой, кей кезде рәсім деп айтады, суретті. Сурет салу деген сөз расама. Хараджа расама. Дараба дегеніміз ұру, яғни кәдімгідей ұру, жұдырықпен ұру ма, дараба дегеніміз. Енді дараба деген сөздің көптеген мағыналары бар, жол жүру деген де мағынасы бар, мысал келтіру деген, бірақ негізі ұру деген мағына береді. Дахала дегеніміз кіру. Дахала. Әмәра, әмірету. Бізде мысалы әміретті дейді, қазақшада да осы сөз бар. Әміретті. Әмәра. Ахаза, алу. Фатаха дегеніміз ашу. Яғни фатаха. Бізде фатиха деген сөз ашушы. Амиля. Негізі амиля, бізде тура нетсек, амал етті, негізі жұмыс істеу деген сөз, амиля дегеніміз. Ләбиса, кию, бір нәрсені кию. Ғалақа, жабу. Шариба, ішу. Бізде шариба дегеніміз, сорпа деген сөз, мысалы, шербет деп айтайды, шариба деген, осы сөзден шығады, шариба, ішу. Халаға, шешу. Яғни тікелей киім-кешекті шешу. Алима, білу. Алима, ғалым дейді, мысалы, білген адамды. Алима, білу. Әкәлә, жеу. Әкәлә, жеу. Талаба, талап ету. Яғни бір нәрсені сұрау, талап ету. Бұл бүгінгі жаңа етістіктер. Енді жаңа етістіктерге байланысты мысалдар керек. Мысалы, руқияту ва дамирату хараджата минал фасл, көріңіздер ме? Руқия мен дамира есімдіктері сөзді сөйлеудің басында келді, сол үшін хараджата деген етістік, осы екеуіне сәйкес етістік түзіліп жатыр, хараджата деп. Егер осы хараджат деген алдында тұратын болса, хараджат руқияту ва дамирату деп айтса болар еді. Минал фасл, сыныптан шықты. Расамта аррасмал джамил. Расамта, расым қылдың, сурет салдың. Расым деген нәрсе, суретті. Әл-джамил, әдемі сурет салдым дейді. Ләбисту, кидім. Әл-бәдләті, бәдлә деген костюм. Костюмді кидім. Халаати, ми'тафаки. Халаати деген шештің, әйелтегі. Ми'тафаки, пальтоңды шештің. Талабат әл-муаллимату дафтараха. Талабат, талап етті. Муаллимату, мұғалім. Апай, мұғалім, әйел адам. Дафтараха, оның дәптерін, яғни бір қыздың дәптерін талап етті, сұрады. Ән-насу, адамдар, дахалу, кірді. Иләл мәсжид, мешітке кірді. Фатахту ән-нафидата, терезені аштым. Фатахту, аштым. Ән-нафида деген терезе. Ғалақту әд-дуккана, дүкенді жаптым. Алимат умми ан марады. Алимат, білді, біліп қойды. Умми, анам, ан марады, менің ауруым жайында біліп қойды. Әмара, жадди, әмір етті. Жадди деген, менің атам әмір етті. Біз салати, намазға әмір етті. Намаз оқы деп әмір етті. Ән-түнна, яғни сендер әйелтегі, амил-түнна, жұмыс істедіңдер, фил мәдрәсәти, медреседе жұмыс істедіңдер. Хума, ол екеуі, ер адамдар, шариба, әлма, ол екеуі, су ішті. Әнти, әкәлти, әл-хубзата, сен нан жедің. Не айтады? Әйел адам айтылып отыр. Дараба, хасану, дараба деген ұрды, хасан ұрды, ахаху умар, бауыры ғумарды ұрды. Ахазна китабака минал фасл. Ахазна алдық, китабака сенің кітабыңды, минал фасл сыныптан алдық. Астындағы жаңа нелері, аудармалары. Жаңа сөздер, міндетті түрде жаттап алыңыздар. Бұл жерде паузаға қойып, жазып алсаңыздар да болады. Мына жерде сұрақ жауапқа кезек берейік. Сұрақ жауап. Мата хум хараджу минал фасл. Олар сыныптан қашан шықты? Хум хараджу минал фасли бa'да зухр. Олар сыныптан 5-нен кейін шықты. Яғни түстен кейін дегеніміз 5-нен кейін деп түстен кейін. Қарап отырсаңыздар, мына жерде сұрақ қойған кезде мәтәні, мына жерде мәтә деп сұрақ белгісі ғой, мәтә дегеніміз қашан деген сөз. Оны алып тастаймыз да, орын жаңағыдай бірден жауап бере береміз. Хум хараджу минал фасли бa'да зухр. Маза расамат таламиз. Оқушылар не салды? Ат-таламиз расаму манзарал қария. Немесе расамат таламизу манзарал қария деп айта берсе болады. Лимада дарабат Фатимату ахаха Умар. Фатима неге бауыры Умарды ұрды? Дарабат Фатимату ахаха Умар. Бауыры Умар, Фатима бауыры Умарды ұрды. Лианнаху, үйткені ол. Лианна деген үйткені, ху деген ол. Үйткені ол шатамаха,
балағаттады, жаман сөз айтты немесе жаңағыдай бір ауыр сөз айтты. Мата хасанун ва сабитун дахала илал масжид. Қашан Хасан мен Сабит мешітке кірді? Хасанун ва сабитун дахала илал масжиди қабл ал аср. Яғни екінтіге дейін кірді. Яғни мешітке екінтіге дейін кірді. Келесі мысалдар қараңыздар. Ман фатахан нафиза. Терезені кім ашты? Умару фатахан нафиза. Умар терезені ашты. Хал ана амарту лака хада. Мен бе саған бұны әмір еткен? Наам анта амарта ли бихаза. Я, сен маған бұны әмір еттің. Ман ахада қалами. Кім менің қаламымды алды? Хия ахадат қаламака. Ол сенің қаламыңды алды. Бір қыз адам, әйел адам. Айна амилта ба'дал джамиати. Университеттен кейін қайда жұмыс істедің? Амилту ба'дал джамиати фи шарика. Университеттен кейін фирмада жұмыс істедім. Ман ғалақал баба. Кім есікті жапты? Қамару ғалақат ал баба. Қамар есікті жапты, қыздың аты. Хәл хунна шарибна шай. Олар шай ішті ме? Жауабы: наам, хунна шарибна шай. Я, олар шай ішті. Мада акалата сабахан. Ол екеуі таңертең не жеді? Ма акалата сабахан. Олар таңертең тамақ ішпеді. Хал анта лабиста ми'атафи. Сен бе менің пальтомды киген? Наам, ана лабисту ми'атафака. Я, мен сенің пальтоңды кидім. Өткен сабақта болсын, бәрін өткенбіз негізінде. Мән хала'a құббаатаху. Бас киімін кім шешті? Хала'a Мухаммадун құббаатаху. Мұхаммед бас киімін шешті. Хәл алимтум ан ахикум Хасан. Бауырларың Хасан жайында білдіңдер ме? Наам, алимна анху. Я, ол жайында білдік. Хәл уммуки талабат хада. Сенің анаң мұны талап етті ме? Ла аби талаба хада. Жоқ, менің әкем мұны талап етті. Жаңа сөздерге мән беріңіздер. Бұл жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Біз қазір бұны жаңа аударып шықтық бәрін. Тоқтатып, жаңа паузаға қойып көшіріп алсаңыздар болады. Жаңа сөздер. Келесі мынау жалпы танысу мен сәлемдесудің түрлеріне мән берейік. Қараңыздар. Ат-таарруфу ва тахияту. Танысу және сәлемдесу. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкумуссалам. Ва алейкумуссалам. Жауап. Бұл түсінікті. Әхлән ва сәхлән. Қош келдіңіз. Бұны өткен болдыңыз. Мархабан бикум. Қош келдіңіз. Бұл қарсы алған кезде жай бұл ресми емес амандасулар. Сабахул хайр. Қайырлы таң. Нахарукум саидун. Қайырлы күн. Масаул хайри. Қайырлы кеш. Лейлатун саидатун. Қайырлы түн. Юсирруни жиддан ан аракум. Сізді көргеніме өте қуаныштымын дейді. Бұл жалпы не? Күнделікті сөздер. Ана масрурун би қудумика илайна. Бізге келгеніңе қуаныштымын дейді. Ма'ассаламати. Сау болыңыз. Илал лиқа. Кездескенше. Рихлатун маймунатун. Оң сапар болсын. Масмук. Сенің атың кім? Ана масрурун би таарруфика. Мен сенімен танысқаныма қуаныштымын. Шукран жазилан ли хидматик. Қызметіңе көп рахмет. Ла шукра ала ваджибин. Міндет іске алғыс қажет емес. Енді бұл жерде бір ешқа оқас жоқ деген секілді ғой. Тафаддали я сайиди. Кәнеке мырзам. Енді бір отырғызған кезде, есік ашқан кезде. Тафаддали я сайидати. Кәнеке ханым. Афуан дегеніміз кешіріңіз немесе оқас жоқ. Енді контекстке байланысты қолдана берсе болады. Хал тасмаху би. Маған рұқсат етесің бе? Би мысалы. Би деген өзіңіз бір сөзді қойсаңыз болады. Бид духул кіруге, бил қира'a оқуға, бил хуруж шығуға деген секілді. Ваффақакаллах. Алланың саған жеңілдігі болсын. Баракаллаху фик. Алланың саған берекесі болсын. Бұны бәрін жаттап алсаңыз, біраз сөз қор жинайсыз. Жазакаллаху хайран. Алланың саған қайырлы сыйы болсын. Мин айна анта. Сен қайдансың? Ана мин астана. Мен астанадамын. Кәм умрук. Сенің жасың нешеде? Умри 21. Менің жасым 21-де. Арджука. Сенен өтінемін дейді. Бұл енді төмендегі сұрақтарға жауап бер. Мата хараджат. Хараджта минал фасл. Мән расама хада. Хал дарабат. Фатимату ахаха Умар. Енді өзіңіздің негізге байланысты, қорыңызға байланысты немесе өзіңізден де жауап берсеңіз болады.
Айна амилат ухтука ба'дал джамиати, немесе жоғарыдағы сөйлемдерге сүйене отырып жауап берсеңіз болады. Хәл әкәлтә сабахан, таңертең жедің бе, тамақ іштің бе? Хәл хуа ләбиса миатафака, ол сенің пальтонды киді ме? Енді осындай сұрақтарға жауап беріңіздер. Тапсырмалар, етістер жаттауларыңыз керек. Кез келген 3 етістікті қалыпқа салуыңыз керек. Жоғарыдағы өткен 15 етістің төмендегі сөйлемдерді көшіріп жазу, және араб тілінен қазақ тіліне аудару. Мынаны көшіріп жазыңыз да бұны аударыңыз. Төмендегі сөйлемдерді қазақ тілінен араб тіліне аударыңыз. Керісінше мынаны қазақшадан арабшаға аударуыңыз керек. Құран аяттары, төмендегі Құран аяттарынан өткенше етістерін тауып, Құрандағы мағынасына мән беру. Осы аяттар тауыңыздар, міне астында қай аятта екен жазылып тұр. Осы өткен сабақтағы етістіктерді тауып келіңіздер. Алла баршамызға разы болсын. Алла Тағала алып жатқан ілімдерімізге Алла береке берсін. Иншалла пайдалы болды деген үміттемін. Келесі сабақтарда кездескенше аман болайық.